Бай болғыңыз келсе. Біз кейде мұқтаж адамдар қарыз сұрап келсе, бере ала ма, бере алмай ма деп қараймыз. Қазіргі тілмен айтсақ, бұл бизнес. Достарымыз көмек сұраса, өзінің аяқ-қолы бар, мен сияқты ол да жұмыс істеп тапсын деп көкірегімізді кереміз. Бірақ кейде бүкіл әулетіңіздің несібесін сізге беру мүмкін. Ал біз келіп міндеттейміз. Маңдай теріммен тапқан ақшам дейміз. Алланың арқасында екеннен оп-оңай ұмыта саламыз. Жұмысты бастаған кезде Алла тағала мені қолдас екен дейміз. Алла сұрағаныңызды бергенде, сізден көмек сұраған адамға неге сіз жәрдемдесе алмайсыз? Мұқтаж адамнан аяп қалған ақшамызды осы қайтарылады-ау деген адам келіп сұраса, бере қоямыз. Осы әділеттілікке жата ма? Қалай ойлайсыз? Егер мүмкіндігіңіз жетіп тұрса, қарыз беруде сауапты іс. Аллаға қарыз хасан, өсімсіз және үстемсіз түрінде қарыз беретін кім бар? Міне соған Алла оның сыйын несиесімен береді делінген Хадид сүресінің 11 аятында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, бір мұсылман кісі басқа бір мұсылманға 2 рет қарыз берсе, садақа берген сияқты сауап табады. Немесе садақа берген адамға 10 сауап, ал қарыз берген адамға 18 сауап деген. Ендеше сол сауапты ісімізді неге мұқтаж жандарға, әсіресе жақындарымызға жасамасқа? Ал садақада қайыр барын білеміз. Туысқандарымызға қарыз бермейміз, сосын оны Алла алып қояды. 2 күннің бірінде алданып қалдық деп әлеуметтік желіде көмек сұрап жазатындар секілді, ол ақша пирамидаға немесе басқаға салынып, жақыныңыздан аянып қалған қаражатыңыздың жоқ болып кетуі де мүмкін. Кейде біреуге берген қарызыңыз қайтпайды. Сонда не үшін мен мынадай сынаққа тап болдым? Мен неге бұлай шырылдап тұрмын? Мен ұрлап алмадым, адалынан таптым ғой дейсіз. Бірақ тереңірек ойлансаңыз, бұл сауалдың жауабын тек өзіңіз табасыз, білесіз. Менен бір құрбым қарыз алған, қомақты сома. 5 жыл қайтара алмады. Меккеге барғанда сол құрбым үшін дұға еттім. Достығымыздың арасына ақша түспесінші дедім. Сол сапардан елге оралғанда 5 жылдан бері қайтара алмай жүрген құрбымның күйеуі бір-ақ күнде қаражат тауып қарызын қайтарды. Кейде осы адамдар мені неге пайдаланып кетеді деп ренжіп жатамыз. Ойланыңыз, сізді ренжіткен адамның сіз айнасысыз. Сонда кім кінәлі? Және бір айтатыным, егер сіз қандай да бір алдыңызға мақсат қойсаңыз, сол мақсатыңызға сай ақша келеді. Кейбір адамдардың 10.000 долларым болса ғой деп армандайды. Ал ол қаражатқа не істейсің деп сұрасаңыз білмейді. Күмілжіп жауап бере алмайды. Яғни мақсаты жоқ. Ал мақсат жоқ жерге тағы да қайталаймын. Ақша келмейді. Жұмыс жасау үшін энергия керек. Мақсат тапқан кезде мотивацияны өзіңізден аласыз. Бірақ ақша да дүниеде келген кезде оны жүрекке кіргізбеңіздер. Өздеріңіз куәсіздер. Мен айтыстан жақсы табыс таптым. Бүгінде онлайн сабақ өткізу арқылы көретін табысым да жақсы. Енді сұрақ, мен неге көп табыстамам? Неге асығым алшысынан түседі? Өйткені мен өте көп беремін. Адамдарды қуантқанды жақсы көрем. Бұл әрекетім маған көп табыс әкеледі. Алла менің несібемді көбейтсе, оның қарапайым бір ғана құпиясы осы. Сіз де қайталап көріңіз. Әулеттеріңізді қуантыңыздар. Балаларыңызды тең қуантыңыздар. Осы орайда есте ұстайтын нәрсе, біз адамдарды қуантуды отбасымыздан бастауымыз керек. Алдымен балаларыңызды, күйеуіңізді разы қылыңыз. Классикалық психологияда еркекті аямаңдар дейді. Оларға көмектеспеңдер дейді. Сүйіңдер, сыйламаңдар дейді. Исламда олай емес. Еріңді құрметте дейді. Менің үмметімнің ең жақсы әйелдері күйеулеріне сәлемін түзу, яғни бойсынушы және қанағатшылдары деген Айша анамыз. Ислам үлкенді сыйла, көмектес дейді. Ал классикалық психология сен ешкімге міндетті емессің деп қарайды. Сондықтан қандай ілім алсақ та өз иманымыздың өргесінде өскеніміз дұрыс. Сонымен алдымен жақындарыңызға сыйлық жасаңыз. Артылып жатса басқаларға жәрдем беріңіз. Берген жерде береке бар. Байлық деген нәрсе бір күнде келе салмайды.
алдымен ойға келеді, сосын бойыңызға келеді. Психологияда қайыршылық психологиясы деген ұғым бар. Ақшаның келуі үшін осы қайыршылық психологиясынан құтылу керек. Ол дегеніңіз үйдегі ескі құсқылардан құтылуыңыз керек. 40 жылғы заттардан арылмай жаңа дүние келмейді. Ұзақ жылғы жиһаздарда да тұрып қалған энергия болады. Ол энергия жаңа ақша энергиясына орын босатпаса, байлық қайдан келсін? Кедейлік психологиясындағы адамдарды қазір бірден танимын. Олар ең бірінші әңгімесін «Светті өшір, кеше светке удай ақша төледі» деп бастайды. Ал шын мәнінде жарық, энергияны көп үнемдейтін адамдар оған нақты қанша төлейтінін білмейді екен. Кез келген магазиннен шыққан кезде ақшаның түк құны жоқ екен дейтіндер де осы психологиядағы адамдар. Өйткені ақша кеткен сайын өзін кедейленіп бара жатырмын деп ойлайды. Өткенде ғана аяқ киім алған еді қой деп ақшаны есептей беру де кедейліктен қорқудың нәтижесі. Ақшаны жұмсаған кезде «Вау» деп қуанасыз ғой. Тура солай қуана керек. Мына көйлекті алайын ба, алмайын ба, басқа базарда арзан шығар. Кедейлік зонасының басты себептерінің бірі осы. Алғысы келіп тұр, бірақ қолындағы ақшаны жұмсауға қиналады. Біліп қойыңыз, ақша қиналып шыққан кезде қиналып келеді. Ақшаның берекесі жоқ дейтініміз сол. Ақшаны алдың ба, рахаттанып бер. Нақтырақ айтар болсам, ақшаны берген кезде жеңіл беріңіздер, рахаттанып беріңіздер. Әкім десек, ой оңбаған жемқор, бүкіл ауылдың ақысын, ақшасын жеп қойған деп күстаналап шығатынымыздай, адамдарды байлығына, қызметіне бола жек көру, ғайбаттау, қабылдамау дұрыс емес. Олай десек, біздің түп санамыз байлықты жек көріп тұр деп ойлайды. Сыйластық болды, ақша үшін жүрген жоқпын дейміз. Тіпті мәселе ақшада емес қой деп шығамыз. Жоқ, әлбетте мәселе ақшада. Тек қайталап айтамын, ақшаны да, дүниені де жүрекке түсіріп алмасаңыз болғаны. Дүние жүрекке кірген кезде иман әлсіреп кетеді. Дүниені алақанда ғана ұстаңыздар. Рухани дүние толтыратын жерге дүниелік кіргізбеңіздер. Төмендегі әңгімені тәмсіл етейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде дүниеде 4 түрлі адамдар болады. Біріншісі білімі байлығы да бар. Ол біліміне амал қылады. Байлығынан садақа береді. Туған туысқандарымен де жақсы қарым-қатынаста болады. Бұл адамдардың ең жақсысы. Екінші білімі бар, бірақ байлығы жоқ. Ол білімді болғандықтан, егер менің байлығым болғанда жақсы істерге жұмсайтын едім деп ниет қылады. Жақсы ниетімен бірінші адам жеткен дәрежеге жетеді. Байлығы бар, білімі жоқ. Білімсіздіктің кесірінен малын тура емес жолға жұмсайды. Туғандарына қайыр садақа қылмайды, зекет бермейді. Бұл ең төменгі дәрежедегі адам. Төртінші, байлығы да, білімі де жоқ адам. Білімсіздіктің кесірінен менің байлығым болғанда анау адам сияқты жаман жолдарға жұмсайтын едім деп ниет қылады. Бұл адам жаман ниетіменен төменгі дәрежедегі адамға ұқсап қалады. Осы адамдар тобының алғашқысынан болайық. Өмірде ең оңайы тағдырға өкпелеп, өкіметке ренжіп, диванда жата беру. Мақсат қояйын десе ақша жоқ, таныс жоқ, жұмыс жоқ. Мен өзім ақша табу үшін азаннан кешке дейін жұмыс істеу керек дегенге келіспеймін. Азаннан кешке дейін қиналып құрылыста, билі қайысып шахтада, мал бағып далада жүргендердің барлығының миллионер болып кеткенін көрмедім. Біз қолымыздан келмейтін іске уайымдаймыз. Уақыт кетіреміз, оны қалай да шешуге ұмтыламыз. Қолыңнан келмей ме, демек бұл сенің проблемаң емес. Ендеше неге бос әуреге салмамыз? Мәселен, менің бала кезімде қасымда әкем болған жоқ. Сондықтан ер азаматпен тіл табысу дегенді білмедім. Бір түскен орға қайта-қайта түсе бердім. Егер ол кезде қазіргі психологиялық білімім болғанда, сол орда айналып өтер едім. Тіпті мүлде түспесте едім. Жылау едім, есікті бекітіп алып жылайтынмын. Неге? Қазір ойласам, мені жылататындар көп болыпты. Тағы да сол, бүгінгі білгенімді сол кезде білсем жылауық болмас едім. Жалпы, үйге келетін кіріс көбейсін десеңіз, шаңырағыңыздың энергетикасын бұзбаңыз.
Алла сабырлыларды жақсы көреді. Бір күнгі ұрыс 40 күнгі берекені алады. Мұндай әрекет арқылы өзімізге келе жатқан потокты жеп қойып жатырмыз. Поток – ақша ағыны. Аузыңыздан шыққан кез келген тілегіңіздің жылдам орындалуына мүмкіндік беретін ұғым. Әрине Алланың қалауымен. Әдетте адамдар дүниеден, байлықтан күдер үзгені соншалық үйінен шыққысы келмейді. Диваннан тұруға ерініп тұрамыз. Ой, танысым жоқ, қайда барам? Білім жоқ. Сылтау көп. Ал ақша кімге келеді? Ақша сабырлыларға келеді. Тек қана сабырлы болу жеткіліксіз. Мәселен, денсаулықта бар адамда бірдей емес. Байлардың да денсаулығы сыр береді. Статистикаға қарасақ, байларға қарағанда кедейлер көп жұмыс істейді. Ақша еңбекке келмейді. Ауқатты адамдар жанкешті жұмыс жасамайды. Ал күні-түні жұмыс істейтіндердің ақшасы көп пе? Жоқ. Ақша білімге келе ме? Жоқ. Нашар оқыған кластастарыңызды есіңізге түсіріңіз. Жақсы оқығандары мықты ма? Ең жақсы оқыған кластастарымыз миллионер болып жүр ме? Бәрі емес. Олар жақсы оқимын, бір жерді тесіп шығамын деп сенімді жүре берген. Ал ақша идеясы бар, алдында нақты мақсаты бір адамға келеді. Мақсаты жоқ адамға 10 000 доллар берсе тауысып қойып қайтадан жоқ деп отырады. Ендеше сол идеяны қайдан аламыз? Өз миымыздан аламыз. Ешқандай коуч, әулие, әмбие сіздің нені жақсы көретініңізді, қандай қабілетіңіздің барын білмейді. Сізге идея бермейді. Ас үйден шықпайтын қыздар бар. Ендеше сізге осы ісіңіз ұнайды. Өздеріңізді дамытыңыздар. Даяр бешбармақ жасайтын қыздар бар. Кәдімгі нанды елеп, жайып, қатырып, арасына қағаз салып сатады. Дүкендерде сатылатын басқа дайын жаймалар сияқты қап-қатты емес, жұп-жұмсақ. Сондай-ақ лағманды да созып, қатырып қояды. Яғни олар өз сүйген ісін бизнеске айналдырып отыр. Киім тігуді жақсы көресіз бе? Ендеше рахаттана отырып, қиялыңызды дамытыңыз. Мен бүкіл ауылда халатпен қамтамасыз етіп отырмын деңіз. Дәрігерсіз бе? Медбикелерді жинап алыңыз, жұмыс істеңіздер. Сабақ жақсы берсеңіз, репетиторлыққа кірсіңіз. Мархабат. Идеясы бар адамға ақша келеді. Үйдің энергетикасын бұзбаңыздар. Жатын бөлмеде де, ас үйде де ұрыспаңыздар. Ас үйде тамақтың иісі сезілуі тиіс. Сіз сабырлы болған кезде сізден тарайтын жылулықты ешкім бере алмайды. Жылы жерден еркектер кетпейді. Бір құрбым бар, жолдасымен ұрсатын болса шық далаға дейді екен. Өйткені үйдің энергетикасын бұзғысы келмейді. Ұрсу блок. Яғни сізге ақша келе жата ма, соны жолын байлап қалады. Көп қазақтардың табысы 60-70 мың теңге шамасында. Қамықпаңыз, егер басқаның көкесі миллионер болса, әкесі әкім болса, оның демеушісі құдасы болса, сіздің демеушіңіз Алла емес пе? Көтерілеміз. Идеяңыз жоқ па? Ендеше не істейміз деген сұрақты шығарған ми жауабында біледі емес пе? Бұған дейінгі өміріңіз маңызды емес. Идея ойлап табыңыз. Бір жігіт болған, түкке құлқым жоқ дейді. Ойын ойнап отырады екен. Ол жігіттің келіншегі менде жұмыс істеген. Қазір компьютерлік клубы бар. Бір қыз бар жоқшылықты көп көрген отбасында өскен. Мектеп бітірген соң оқыған. Қалаға келіп жоғарғы оқу орнын оқыған. Бірақ мамандығы бойынша жұмыс таба алмай бір халықаралық компанияға еден жуушы болып орналасады. Осы жерде еден жуып жүріп, барлық жұмыс істеу жүйесінде біліп жүреді. Бір күні сол білгені жүзеге асатындай, қызметкерлердің орны босағанда басшылыққа өзін ұсыныпты. Бірақ ағылшын тілін білуін керек деп жұмысқа алмайды. Содан ол Англияға көшіп кеткен таныстарын тауып алады да, оларға тегін жұмыс істейтінін, тек тіл үйренгісі келетінін айтады. Осылайша сол таныстарының балаларын мектепке тасып жүріп, 6 айда ағылшын тілінде сайрап шығады. Еден жуып жүрген кездегі бастығы қазір сол қыздың қол астында жұмыс істейді. Ал ол компания бүгінде 500-ге жуық адам жұмыс істейді екен. Қайталаудан жалықпаймын. Байлық, мақсат қоя білетін адамға келеді. Мақсат болса, ақша өзі келеді. Сеніңіздерші маған. Тек асықпаңыз, ашуланбаңыз, ұрыспаңыз, ғайбат айтпаңыз, жақсы сөйлеңіз, жақсы ойлаңыз. Болды.
сонда бақыт та, байлық та сіздің босағаңызда байланады. Өткенде кітап сатып алған оқырмандар арасында ойнатылған ұтыста қажылықты ұтып алған қыз дәптерге анамды қажылыққа барамын деп мақсатын жазған екен. Кітап алғандардың 80-90% мұқтаж адамға бұйырса екен деп шын жүректен тілеулес болды. Мен өзім көп балалы, иманды отбасы ұтса екен деп дұға қылып жүрдім. Таныстарым ұтып алмаса екен деп қатты қорқып та жүрдім. Ал пентхаусты ұтып алған Бибінұр Тапаева 5 балалы намаздағы ана екен. Алладан сұрады, Алла тілегіне жеткізді. Шүкіршілік техникасы. Адамдарға алғыс білдірмейтін адам Аллаға шүкір етіп жарытпайды. Термизи риуаят еткен. Түпсананы тазалаудағы арнайы техникалардың бірі шүкіршілік айту. Яғни түпсананы шүкіршілікке толтырамыз. Алла тағала шүкір етсеңдер, нығметті арттырамын дейді. Мен шүкіршілік техникасын жасауды бастаған кезде байқағаным көп. Шүкіршілігім арттырған сайын, шүкір етер жақсылығым көбейді. Шын мәнінде біз әрбір сәтіміз үшін шүкіршілік айтуымыз керек. Мына оқиғаны айтайын. Бір шейх ауа жетпей тұншығып құлап қалады. Оны дәрігерлер тез арада демалдыратын аппаратқа қосады. Біраз уақыттан кейін есін жинаған кезде емінің есеп шотына келеді. Қараса 600 дирхам. Сонда шейх жылап жіберіпті. Неге жылайсыз? Қымбатқа шығып кетті ме деген дәрігерлерге мен оған жылап тұрған жоқпын. Қараңыздаршы, 2 сағат ауа жұта алмай қалғаныма 600 дирхам төлесем, 72 жыл бойы осы ауаны тегіннен тегін жұтып келе жатыр екенмін. Сонда мен Аллаға қанша қарызбын деп еріксіз егілген екен. Біз кредитіміз болса содан өліп кететіндей болып тұрамыз. Адам кредиттен өлмейді. Өмір бақи кредит төлеп келе жатқандар бар. Ажырасып кетсең де өлмейсің. Тіпті енемізбен ұрсып, күйеуіміз қыдырып кетсе депрессияға түсеміз. Оның ешқайсысынан адам өлмейді. Адам су таппай қалса, немесе ауа жетпей қалса өледі. Басқасының бәрінде адам тірі қалады. Енді қараңыз. Бізге нақты қажет нәрсені беріп тұрған Аллаға неге шүкір айтпаймыз? Сіз ауаны жұтып тұрған үшін шүкіршілік жасаған адамды көрдіңіз бе? Жоқ. Таңертең тұрған кезде ертең не су ішем деп уайымдаған адамды көрдіңіз бе? Жоқ. Біз шүкіршілікті үй алсақ дейміз. Көзге ілінбейтін майда шүйде деп өзіміз ойлап алған қажеттіліктерге шүкіршілік айтпай, көп нәрсеге жетпейміз. Қараңызшы. Таңертең қызыңыз келіп, «Мам» дейді ме? Шүкір. Таңертең ас іштіңіз, Инстаграмда отырсыз. Шүкір ме? Яғни шүкір дей берсеңіз, негативке орын қалмайды. Негатив бұрын саған қалыпты жағдай болса, қазір негатив саған түрбідей тиетін болады. Сіз негативтен қаша бастайсыз. Жұмысыңыз ұнамай жүрме, айналаңыз сізді түртпектей ме? Ендеше жаныңыздан сұраңыз. Қалайын ба осы жұмыста деп. Егер негатив жаныңызға жақпай бастаса, бұл өзгерістің бастауы. Үйіңізде тыныштық орнаса, өзгерістің бастауы. Сіз бұрын жек көрген адамыңызды жақсы көре бастасаңыз, өзгерудің бастауы. Мұның нәтижесі түпсана тазалана бастады деген сөз. Түпсана тазаланғанды қалай байқайсыз? Түпсана тазаланғанда Алламен байланысқа түсесіз. Күн сайын жақындай түсесіз. Шүкіршілігіңіз көбейеді. Алла сізге бәрін беріп қойғанын түсінесіз. Бәрін берді деген сөз, молшылыққа жеттіңіз деген сөз. Адамның бәрінің байлық, бақыт қолында тұрады. Көрмейді, алыстан, ертеңінен іздейді. Немесе басқадан. Байлық ертең келетін нәрсе емес. Қазір осы жерде баймын, бақыттымын дегенде сезінбесең, анау жақта бақыт жоқ. Сондықтан сен осы жерден қиналғаныңды тастайсың да, бақыттыңды қолыңа аласың. Мен 2016 жылы 25 мақсат жазғанмын. Біреу де орындалған жоқ. Сөйтсем, ми дайын болмаса, орындалмайды екен. Сондықтан да түпсананың тазалығының маңыздылығы осында. 2018 жылы түпсана сабағын бастағанда қарыздан қалай құтыламыз деген сабақ өткіздім.
сол сабаққа қатысқан бір қыз 2019 жылы банктегі несиемді түгел жауып тастадым деп жазған екен. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұйрығымен несием кешірілді деп хат жазыпты. Біздің қолымыздан не келмейді? Біз тек дұрыс тапсырыс бере алмаймыз. Ақша жоқ емес, ақша келіп жатыр. 100 мың теңге. Балаңыз үйленген кезде 2 миллион теңгеге той жасайсыз. Машина 2 миллион теңге тұрады. Көп ақша ұстаған кездеріңіз болды ғой. Қандай да бір жолмен сәті түсіп, әйтеуір ақша келіп жатты ғой. Мен түпсана сабағын бастаған кезде осы сабақтардан алатын ақшам халалынан болсыншы дедім. Осы орайда мен сіздерге кванттық физика туралы айтайын. Менің Мәскеу психоанализ институтында оқып жатқанымнан хабардар боларсыздар. Сондағы сабақтарыма қарасам, қазір мен айтып жүрген онлайн дәрістердің тақырыбы институт деңгейімен салыстырсам, 1 мен 5 классқа баратын білімдерді айтып жатырмыз. Терең терминдер қоспаймын. Трансерфингті талдап айта аламын, бірақ оны айтпаймын. Өйткені бәрін түсіне алмайтындар бар. Ақтөбеде оқушым бар. Сабаққа үлкен қарызбен келген. Қазір өзінің ательесі бар. Хан қызы брендінің аймақтарда дүкендері ашылып жатыр. Оның сол жақтағы жетекшілері сіздің сабағыңызды тыңдадық деді. Ендеше армандарыңызды ауылдан шығарыңыздар. Қорықпай армандаңыздар. Бәлкім менің жеткен жетістігім басқа адамға жетістік болмауы мүмкін. Сонда да айтайын, мен психология арқылы нені түсіндім? Менің бүкіл өмірім халықтың көз алдында келе жатқан адаммын ғой. Мен бұл айтыстан кетсем қалай күн көрем? Маған бүкіл бақыт берекенің барлығы айтыс арқылы келеді деп қана ойладым. Айтыстан кетсем, елдің көз алдынан да кетемін деп ойлағанмын. Көзден кетсем, көңілден де кетемін деп. Ал психология арқылы танымалдылығым артпаса, кем болмады. Яғни бақ пен берекені беретін айтыс еместігін, Алла екендігін түсіндім ғой. Нәтижесінде Алла тағала адамға берген несібенің қайда барса да бұйыратындығын мен қазір дәлелдеп жатырмын деп ойлаймын. Одан кейін психология арқылы кезінде таудай көрінген проблемаларым қазір түймедей екенін түсіндім. Маған кезінде таудай биік шыға алмайтын биіктерім менің миымда ғана биік екендігін түсіндім. Менің мінезімдегі өзгерісті оқырмандарым да байқап жатқан болар. Бұрын мәселен мен ақын шындықты айту керек деген позициямен келдім. Ешкімнің көңіліне қарамау керек деп ойладым. Ол солайда. Ал адам көңілін қалдыру мешітті қиратқанмен тең болар. Меніңше адамның көңілін қалдыру деген сөз ол жаңағыдай тас қорғанды бұзудан да қиын екен. Ал көңіл қалдыру деген қазір бізге шыбын шаққандай әсер етпейді. Қанша адамның көңілін қалдырдық, бірақ жүре береміз. Жолымызды байлап жатқан сонда өзіміз. Ешкіммен алысып, ешкіммен жарысып та керек емес. Ешкімді жек көріп, ешкімге өкпелеудің де қажеті керек емес. Маған тисе береді десеңіз, сіз өзіңіздің жан дүниеңізде тыныштық болмаған соң сізге тисе береді. Ішкі жан дүниеңізде өзіңізге көңіл толмаушылық, самооценка, өз-өзіңізді бағалауыңыз төмен болған кезде сізді кемсітетіндер де көп болады. Ал айтыңызшы, сіз өзіңіз бағаламай отырған кезде неге біреуге ренжісіз кемсітеді деп? Сіз маған енем неге көйлек, сыйлық әкелмек деп ренжисіз. Бірақ негізінде сіз өзіңізге қимай жатасыз сол нәрсені. Олар сіздің тапсырысыңызды орындап жатыр. Балам айтқанымды тыңдамайды дейсіз. Өйткені сіз өзіңізді тыңдап білмейсіз. Тыңдап біле алатын адамдарды қалай білеміз? Тыңдап біле алатын адамдар жай сөйлейді. Жай сөйлеп тыңдатқыза алады. Өйткені олар тыңдауды біледі және тыңдата алады. Ал өзін тыңдата алмайтын адамдар айқайлап сөйлейді. Сондықтан оны ешкім естімейді. Өйткені айқай, ұрыс, өкпе-реніш адамның жолын байлайды. Ал енді қызғаныш адам жолындағы сәттілікті жояды. Реніш денсаулықты жояды. Өкініш болашаққа деген қадамды жояды. Тағы да айтайын, адамға мейірім мен махаббат сыйлау арқылы ешқандай ұрыс-керіс талассыз-ақ өте биікке көтерілуге болатынын ойыммен түсіндім.
Жалпы психология саласындағы қыздардың әрқайсысының еңбегі бар. Ешқандай психолог ажырасуға, ұрсуға, адамдарды жек көруге, бетбақтыққа тәрбиелемейді. Бүкіл психологияның түбі мәдениеттілікке, ғафулыққа, махаббатқа алып келеді. Ислами психологияның да ұтатын жері сол. Бірінші, Аллаға деген махаббат, Аллаға деген сенімді арттыру. Адам қай кезде қорқады? Алладан бетін теріс бұрғанда қорқады. Жалғыз қалдым дегенде қорқады. Адам қылмысты не үшін жасайды? Ешкім көріп тұрған жоқ деп жасайды. Мұсылман адам олай істемейді. Өйткені ол қашанда Алланың жанында екенін біліп, ештеңеден қорықпайды. Алланың көмектесетінін біліп, ешқандай қиындықты уайымдамайды. Осы орайда тағы бір мәселе, аффирмацияны көп адамдар дұрыс емес деп те жатады. Бірақ мысалы жағдайы қиналып, ауырып тұрған адамның жағдайын сұрағанда не айтады? Жағдайым жаман демейді. Аллаға шүкір дейді. Сонда неге Аллаға шүкір дейді? Өтірік қой ол. Өлейін деп жатыр ғой демейсіз ғой. Яғни бұл шүкіршілік ету. Сосын ол өзін баймын деп айтады. Ол өтірік, Алланы алдау ғой дейді кейбір кісілер. Ал сонда сіз бай емессіз бе? Сіздің басыңыздың амандығының өзі, деніңіздің сау болғанының өзі байлық емес пе? Сіздің неге үйіңіз жоқ? Сіз неге тірлік бастамайсыз десе, оған ақша қайда дейміз. Маған оны кім береді дейміз. Баспана алу адамның қолынан келеді, ақша табу адамның қолынан келеді. Мәселен, дәмі тіл үйретін кепкен өрікті өсірген адам ба? Адам. Бәрі адамның қолынан келеді. Адам жасай алмайтын дүниелер бар. Яғни адам теңізді жасай алмайды, жұлдыздарды жымыңдата алмайды, қарды жауғызып отыра алмайды. Ендеше сол ұлы нығметтерді беретін кім? Бір Алла. 18 мың ғаламға ауаны жеткізіп, жаңбырды жауғызып, жұлдыздарды жымыңдатып қойды. Біздің әр жеген тамағымыз, ішкен суымыз байлық па? Байлық. Ең үлкен байлық. Ендеше сізді де байыта салу Алла тағалаға қатты үлкен шаруа ма, қалай ойлайсыздар? Маған берілген денсаулық сіздерде де бар. Маған берілген 24 сағат сіздерге де берілді. Бірі дейміз. Неге маған Алла тағала береді, сізге бермейді? Бір құрбым бар. Неге сіңлісіне бәрін береді, екіншісіне бермейді? Сұрасам, мен үнемі сыйлық жасап жүремін. Сіңлім ерекше қуанады, ал мен оны қуанта бергім келеді дейді. Яғни шүкіршілігі жақсы деген сөз. Бізге берген байлыққа, нығметке Алла тағалам рахмет демейінше, бұдан үлкен байлықтарға жете алмаймыз. Біз шын қуанған кезде Алла тағала мә саған деп бере береді. Сондықтан мен шүкір деп отырам. Жақында мен қолымның бір саусағының шетін жарақаттап алдым. Сол кішкене байланған жарақатыма ғана мүгедектік күй кештім. Бір саусағымды кесу арқылы мен 10 саусағымның қадірін білдім. Мынадай байлықты маған беріп қойғанына шүкіршілік еттім. Алған қарызға да, несиеге де алғыс айтыңыз. Қарызды алып, ақша түңілтіп жүрген жоқсыз ғой. Аллам, рахмет. Осы адам қарыз берді ғой, рахмет деңіз. Кредит басыма бәле болды емес, кредитімді алдым да, қажеттілігімді өтедім. Алла тағалам, рахмет деңіз. Осы тұрып жатқан баспанаңызға рахмет айтпай, басқа баспана бұйырмайды. Рахмет айтуды білмейсеңіз, өзіңізге келетін баспанаңыздың жолын жауып тұрсыз. Яғни түп санаңыз түсінбейді. Баспана үйді жақтырмай тұр екен деп ойлайды. Алғыс айтамыз, негативті жолатпаймыз. Біреу бір шелек қоқыспен келе жатады. Мен алмаймын дейсіз, болды. Ал біз алып қоқысты ұстап алып отырамыз. Алла тағала күн сайынға әр әулеттің несібесін беріп қойған. Егер әйел төркініне кете беретін болса, жиі баратын болса, еркек өспейді. Өйткені отбасына келетін байлықтың потогы бар ғой. Әке шешесінің үйіне барады. Мына отбасына келетін байлық басқа отбасыға да кетеді. Утечка кетеді. Еркектер жүріс жасағанда энергиясы басқаға кетеді. Күш қуатпен несібеде ағып отырады. Кейде жаныңыз қиналып, жүрегіңіз ауырып тұрғанда, мен жаман болып тұрмын. Аллам, қиналып тұрмын демей, Аллаға шүкір. Бәрі жақсы, шүкір дейсіз.
Бірақ негізі осы айтқаныңыздай жақсы емес. Сіздің жан дүниеңіз ауырып тұр. Бұл не деген сөз? Шүкіршілікке келу, жақсыға үміттену керек. Біз өз-өзімізді сендіру арқылы түп санамызды өзгерте аламыз. Қалаған нәрсемізге қол жеткізе аламыз. Сіз айдың нұры нәтижелері деген парақшаға тіркелдіңіз бе? Нағыз аффирмацияның құдіретінің нәтижелері тұрғанда. Оқыңыз, көріңіз. Алла тағала бізге не үшін сөйлейтін ауыз беріп қойды? Неге итке, мысыққа сөйлеу қабілетін бермеді? Ауызбен сөйлеуді тек өсек айту үшін ғана берген жоқ. Жақсы сөйлеңдер деп берді. Неге екенін қайдан біз біраз нәрсені себепкер қылғанды жақсы көреміз де тұрамыз. Өзіміз қателік жасасақ, басқа біреуді кінәлағанды жақсы көреміз. Мені әкем тастап кеткендіктен осындай болдым. Шешем дұрыс тәрбие бермегеннен осындай болдым. Не болмаса менің ағаларым мені еркелетпегендіктен осындай суық болып қалдым. Біреуді кінәлап себепкер қыламыз. Бірақ менің өзімнің арқам. Маған аффирмацияны Айнұр Тұрсынбаев айтып жатқан жоқ. Мен өзім айтып жатырмын деп айта алмайды да. Яғни сізді ұстап отыратын, артық кетіп бара жатсаңыз, тоқта деп отыратын адам керек. Қарапайым ғана дүниелердің үлкен мүмкіндіктерге жол ашатынын да ұмытпаңыз. Ең жақсы мінезімізді жақынымызға емес, айдаладағы біреуге көрсетіп, ең жылы сөзімізді отбасымызға емес, кім көрінгенге арнап, ең тәтті тамақты өз баламызға емес, қонақ жесін деп тығып, ең әдемі көйлегімізді жан-жарымызға емес, жұртқа көрсету үшін киіп, ең әдемі ыдысымызды ұстауға қорқып, жыртық пленканы төсеп, зесі шығып кеткен триконы киіп алып, шеті сынған кесемен шай ішіп қашанғы жүреді екенбіз. Әр жұма сайын әдемі дастарханды төсеп, әдемі ыдыстарды шығарып, әдемі көйлектеріңізді киіп, тығып тастаған тәттілермен шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Кейін балаларыңыз өскенде сол сәттерді сағынып, есте тұтатын болады. Ал сіздің отбасылық қандай дәстүріңіз бар? Бір ұсыныс айтайын тағы. Тым болмаса аптасына бір рет отбасыңызбен телефонсыз 1 сағат сырласу сағатын өткізіңіз. Түпсананы тазалаған кезде бай болудың формуласын, бақытты болу бағдарламасын өзің саласың. Ең оңай нәрсе байлықты шақыру. Неге байлық келмейді? Өйткені адамдардың өзі дайын болмайды. Мәселен, ақша сабағына қатысқандардан қанша керек деп сұрасаң, $10,000 керек дейді. Бірақ оны қайда жұмсау керектігін білмейді. Нақтылық жоқ жерге ақша келмейді. Кез келген программаны енгізуге болады. Шүкір етсең, арттырамын дейді ғой. Алла бізге суға дейін қажетті нәрсені беріп қойған. Өзен көлдің бәрі ағып тұр. Таңның атысы, күннің батысы. Біз үшін жағдай жасалып тұр. Осындай нәрселерге шүкіршілік айтпай, біз оны ұсақ түйек деп тұрмыз. Ұлы нәрселерді менсінбей тұрмыз. Түп санаңды тазалап, артық салмақтан арыл. Түп санасы тазаланған адам кез келген тілегін орындай алады. Өйткені бастапқыда айтқандай, әппақ қағазға тілек жазу қиындық тудырмайды. Ал артық салмаққа келетін болсақ, алдымен бұл салмақтың сізді қашаннан бастап пайда болғанын есіңізге түсіруіңіз керек. Ары қарай не себепті тола бастадыңыз анықтайсыз. Егер сол сәтте қандай да бір қорқынышыңыз болса, немесе уайымыңыз болса, сіздің түп санаңыз сізді қорғау мақсатында салмақ жинау мүмкін. Яғни қорқыныш пен уайымнан арылу арқылы сіз салмақ та тастауыңыз мүмкін. Мәселен, қыз-келіншектер диетаның сан түрін ұстандым. Күні бойы су ішіп жүремін, спортпен де айналыстым. Бірақ 5 айлап құтылған 10 келі салмақ еселеніп, бір айдың ішінде қайта келіп алады деп шағымданып жатады. Неге? Өйткені өзгеге жаққан арықтау процесі мүлдем сіздікі болмау мүмкін ғой. Болмаса спортпен өзін мәжбүрлеп жүрген қыздар ішімді кетіре алмаймын. Керісінше салмақ көбейтіп алдым деп жатады. Неге? Өйткені түп санасы ұнатпайтын, қабылдамайтын жаттығумен өзін мәжбүрлеп жіберуі мүмкін. Сондықтан әр адамның табиғаты, болмысы, тіпті артық салмақ жинаған сәттегі жағдайы да әртүрлі. Оның себебін, жолын тек сіз ғана білесіз. Ал оны білу үшін өз-өзіңізге түрлі сұрақтар қою арқылы өзіңізді зерттейсіз. Түп сананы түсінген күні сіз тек соның айтқанымен жүресіз. Яғни қандай тамақ жеу, жемеу керектігін де түсіне бастайсыз.
Нәтижесінде қалаған салмағыңызға қол жеткізесіз. Ал тазаланған түп санаңызға өзіңіз қалаған салмақты көрсету арқылы аффирмация айтуды бастайсыз. Аффирмация арқылы миға әсер ету керек. Мысалы, ауырып жатқан адамға мен саумын деп айту өте қиын. Өйткені ақыл ар жақтан айтып тұрады. Сен кімді алдап тұрсың? Таңылып жатқаның мынау қайдағы сау? Кімді ақымақ тұрсың деп. Сондықтан біз осы жерде сол ақылымызбен айқасқа түсеміз. Сол секілді 90 келі салмақпен жүріп, мен 60 келі салмақтағы ару қызмын десеңіз, бастапқыда өзіңіз сенбек түгілі мен осы не етіп жүрмін, ақылымнан адастым ба деп есіңіз шығады. Бірақ үнемі қайталау арқылы түп санаңыз ақылды жеңе бастайды. Ресейлік шоу-бизнес өкілінен жас көрінудің құпиясын сұрағанда, мен ет жемеймін, веганмын деді. Сол кезде менің түп санамда қызығушылық оянды. Ет жемейтін адамдардың біреуі мен трупты жемеймін деген екен. Өліктің энергетикасы өлім энергетикасы деді. Содан мен де веганмын деп ет жемеймін деп шықтым. Бір ай ет жеген жоқпын, бірақ ет жегім кеп тұрады. Шыдаймын деп жүрдім, бірақ ет жегім келеді. Бір күні қонаққа барсам, қуырдақ тұр дастарханда. Қуырдақты қатты жақсы көрем. Содан уәдемді ұмытып, әлгі қуырдақты асай бастадым. Бірақ сонша уақыт веган болып жүріп, енді ет жейін десем, құсқым келеді, қорытылмайды. Ет жемесем, бірақ тұра алмаймын. Сөйтсе, менің түп санам етті қабылдағысы келмей қалған. Әйтеуір ет жеуге қайта ағзамды әрең үйреттім. Бір оқырманым хат жазыпты. Күйеуіміз екеуміз жаңа машина армандадық. Аффирмация айтып жүрдік. Бір күні құрылыста істейтін бір танысым, менің жаңа машинам бар. Жаңа болғандықтан құрылысқа салуға қимаймын. Сенің 4 балаң бар. Жаман машинамен жүрсің, айырбастайық деп айтқан. Енді тілегіңді тілей бер. Ал оның қалай орындалатынына басыңды қатырма деген сіздің сөзіңізге қалай сенбейін деп жазыпты. Сондықтан ақылыңыз есің ауысты ма десе де, аффирмацияңызды айта беріңіз. Жамандықтың бәрі орындалғанда жақсылық орындалмай ма? Ауыз сөйлеу керек. Не жақсы сөйлейді, не жаман сөйлейді. Мұқағали мен өлемін 40-тың 5-еуінде деді. 45-те қайтыс болды. Аффирмацияда сен не айтасың, сол нәрсені ойлап отырасың. Лимон дегенде аузыңа қышқыл дәм келетін сияқты. Аффирмацияда сөздің құдіреті, ойдың құдіреті жұмыс істейді. Оймен бірге, сөз бірге жұмыс дегенде ол алапат күш.